Сәлем, бүгін сіздермен ең дәмді әрі өте жұмсақ болып шығатын корица қосып жасайтын синнабон булочкасын бірге жасайтын боламыз. Оларын жасау үшін бізге ең алдымен жылы сүт және оған қант саламыз және де ашытқымызды салатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Және де оған ерітілген сары майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Содан соң бір дана жұмыртқамызды салатын боламыз. Жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз да електен өткен ұнымызды салып, басында осылай қасықпен немесе венчикпен араластырамыз да, содан кейін қолымызбен араластыратын боламыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін бетін жауып жылы жерге қойып қоямыз. Ол әзір болғанша біз ортасына салмасын әзірлейміз. Осылай корица мен қантты жақсылап араластырамыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін үстелдің үстіне ұнды сеуіп жіберіп, қамырымызды жаятын боламыз. Жақсылап дөңгелек етіп, қалың да емес, тап ондай жұқа да емес, жайып шығамыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін осылай жұмсарған сары майды жағып шығамыз. Мен майымды еріткен жоқпын, жай ғана жұмсарғаннан кейін жағып шыққан болатынмын. Содан кейін корицаны барлық жағына, орталарына түгелмен сеуіп шығамыз. Корица мен қантымызды сеуіп болғаннан кейін қамырымызды осылай дөңгелетіп орап аламыз. Орап болғаннан кейін осылай жіппен біз бөліп шыққанымыз жақсы. Пышақпен кішкене қиындау болады бізге, сондықтан жіппен бөлген ыңғайлырақ. Содан соң противенге пергаментный бумагамызды төсеп қойып шығатын боламыз булочкаларымызды. Араларын алшақтау қойған жақсы, себебі ол қазір көтерілгеннен кейін бір-біріне жақындай түсетін болады. 20 минуттай бетін жауып жылы жерге қойып, содан соң кішкене көтерілгеннен кейін 180 градуста 15-20 минут пісіреміз. Содан соң помадкасын дайындайтын боламыз. Мұнда менде қаймақ және қант ұнтағы. Екеуін жақсылап араластырып алам. Жиырма минуттан кейін біздің синнабон бөлкелеріміз осылай керемет болып көтеріліп пісіп шығады. Жаңағы дайындаған помадкамызды жағып шығатын боламын. Арасына сіңіп, өте дәмді болып шығады. Осылай біздің ең дәмді, ең тәтті бөлкелеріміз синнабон дайын болды. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Бірге дайындап көріңіздер.